Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Барлығымызды 25 қазан Республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін осы видеода қысқаша түрде өткізілетін тәрбие сағатының жалпы нұсқасымен таныстырғым келеді. Сабақтың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасы мемлекеттік мерекелері туралы мәлімет беру, республика күні отаншылдық құрмет құндылығын дарыту болып табылады. Осы үш мақсаттың негізінде тәрбие сағатымыз өткіземіз. Ал енді құндылықтарды дарытуға келетін болсақ, білім алушылардың бойына туған елге, жеріне деген құрмет пен отаншылдық құндылығын дарыту болып табылады. Негізі бағыт бойынша отанды сүюді тәрбиелеу. Бойымызға рух, жігер берген әнұраным, айтар әнім. Кез келген ел азаттыққа қол жеткізген күнін ардақ тұтады. Басқа мерекелерден айрықша қастерлейді. Қазақстан биыл алғаш рет 25 қазанды ұлттық мереке ретінде атап өтпек. Ол мейрам республика күні деп аталады. Бұл мерекеден 2009 жылы атап өтуден бас тартқан болатын. Биыл Қасым-Жомарт Тоқаевтың қол қоюымен біз осы мейрамды қайта атап өтеміз. 1990 жылдың 25 қазан күні Қазақ КСР жоғары кеңесінің шешімімен қазақ елінің егемендігі туралы шешім қабылданған болатын. Осы кезден бастап Қазақстан өзін егеменді тәуелсіз ел ретінде жариялаған болатын. Бұл акт арқылы әлем картасында Қазақстан деп аталатын жаңа республиканың негізі қаланған болатын. Бұл мереке республика көлемінде масштабты түрде аталып өтеді. 2001 жылы 13 желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасындағы мемлекеттер туралы заң номер 267. Бұл күнді мемлекеттік мерекелер қатарына қосқан болатын. Ал енді мұғалімдер, ұстаздар, осы ақпаратты сіздер жай ғана осы слайд түрінде, болмаса ұзақ сөз түрінде емес, QR код арқылы берсеңіздер, балалар сканерленген QR код арқылы осыны сканерлегенде неше түрлі ақпаратқа ие бола алса, осыны ақпарат ретінде берсеңіздер. Одан кейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары, әнұран, елтаңба, ту, әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, шығу тарихын, авторлардың идеясын, соның бәрін негізге ала отырып, кең түрде түсіндірсеңіздер, бұны әрбір дүниені қолға ұстайтын көрнекілік ретінде жасалса, нұр үстіне нұр болатын еді. Және ата заң туралы, Қазақстан жер көлемі туралы қосымша ақпараттар берілсе, және одан кейін Қазақстан Республикасында өмір сүретін барлық ұлт өкілдерінің жалпы үлес пайызы туралы аталып өтсе, осы жерде ең басымдылық беру керек. Мұнда мемлекеттік тіл, қазақ тілі, яғни қазақ тілінің алатын орны жоғары болу керектігі, қазақ тілі Қазақстан Республикасындағы номер 1 тіл екендігіне басымдылық беріп атап өтсек, және де Қазақстан республикасында тұратын әртүрлі ұлт өкілдері, олардың үлес салмағы неше пайыз екенін атап өтсек, яғни ұлт өкілдері туралы түсінік берсек, одан кейін Қазақстан Республикасының өзінің ұлттық төл теңгесі туралы ақпарат берілсе, 1990 жылдың 12 қарашасында қабылданған заң бойынша Қазақстанның өзінің ұлттық валютасы, теңгесі бар. Теңге орыс тілінен орыс сөзі теңге, ал түрік сөзіндегі теңгеден шыққан болатын. Және де осы жерде тағы да бір басымдылық беріп атап өтетіні, Қазақстан Республикасының жер көлемі, орналасқан жері туралы толыққанды ақпарат беру.
ұлан байтақ кең даланың 9-шы орында екені және де осы жерді аман есен сақтап бізге беру үшін сіңірген еңбек туралы басымдылықпен атап өтсек, осы орайда өзінің туған жері туралы да қысқаша өлең жолдарын айтса болады. Және де одан кейінгі берілетін тапсырма балаларға бұл топ қойып, топ қып әлде жұп қып бөлсеңіз, оқушылар топ жұп болып бөлінген кезде ойын түрінде өткізсеңіз болады. Мысалы, жаңа атап өткен ақпаратыңызды түсінді ма, түсінбеді ма, соны қайтарып сұрау ретінде, бұл сұрақ-жауап айдардың жарыс ретінде, болмаса платформадан сабақ ретінде алсаңыз болады. Әнұран, туған жердің көлемі туралы әртүрлі ақпараттарды сұрақ ретінде қойып жарыстырсаңыз болады. Одан кейінгі келесі тағы да командалық жарыс, бұл мақал-мәтелдер жарысы. Туған жер туралы білетін мақал-мәтелдерін өздері бөліссе, бір-бірімен жарысса, қай топ көп мақал-мәтел айтады, сол топ жеңімпаз болады. Бірақ бірі айтқан мақалды, мәтелді екінші топ қайталамауы керек. Одан кейін тағы да бір ойнатылатын керемет бір ойын, бұл анаграмма ойыны. Әрбір шатасқан, орын ауысқан әріптерден сөздерді ойлап табу, сол сөздерге айқын мысал беру. Мысалы, тәуелсіздік деген сөзді шығарса, топ тәуелсіздік деген ұғым қалай, тәуелсіздік ұғымын олар қалай түсінеді, тәуелсіздік олар үшін нені білдіреді. Соның бәрін түсіндірсе оқушылар, бейбітшілік деген сөзді шығарса, әнұран деген сөзді шығарса, әнұран дегеніміз не, әнұранның мағынасы қандай, туған жер дегеніміз не, туған жердің қасиеті қандай, ол үшін туған жер дегенде олардың көз алдына не елестейді. Осының бәрін тарқата отырып балалар түсіндірсе, топтық жарыстарға осы 3 ойын таптырма. Ал енді осы сабағымызды қорыта келе балаларға өз шығармашылығыңызды арнасаңыздар болады. Нұрына шомылдырып алтын күннің, республикам ертеңге талпындырдың. Өзінен шабыт алып аққын қиял, шалықтап кең далада шалқып жүрмін. Егемен елім десем сенім кіріп, бойымды билеп кетер сенімділік, ешкімге ауыстырмас алтын отан, жырлаймын қасиетіңді төгілдіріп. Жарқырап жанған күндей азаттығы, көрінер ұлтымның да ғажаптығы. Республика күнімен құттықтаймын, өйткені ол күн қазақ күні. Құрметті әріптестер, барлықтарыңызды ұлттық мейраммен құттықтаймын. Көк байрағымыз тәуелсіз аспанымызда желбірей берсін. Білімді, білікті, осы отанның болашақ болар шәкірттер тәрбиелей берейік.